Дипломмен ауылға мемлекеттік бағдарламасы арқасында жүздеген маман ауылдан үй алып тұрақтап қалды. Мақтаарал ауданында да бұл үрдіс жақсы жолға қойылған. Аталған бағдарламаның іске асуына тікелей себепші аудандық экономика және қаржы бөлімінің мәліметіне сүйенсек, 2023 жылы 490 маман бағдарламаның игілігін көрген. Биыл бұл көрсеткіш 504-ке асып отыр. Толығырақ бюджетті жоспарлау және экономикалық талдау секторының бас маманы Александр Нұрдаулет Тимурұлының сұхбатында. Дипломмен ауылға бағдарламасы бұл ауданымызға жұмыс істеуге келген мамандарға берілетін әлеуметтік көмек болып табылады. Бұл әлеуметтік көмек ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 6 қарашадағы номер 72 бұйрығына сәйкес сол бұйрыққа сүйене отырып береміз. Бұл әлеуметтік көмек екіге бөлінеді. Біріншісі бір реттік көтерме жәрдемақы, екіншісі тұрғын үй сатып алуға берілетін бюджеттік несие болып табылады. Бір реттік көтерме жәрдемақы 100 еселенген айлықтық есептік көрсеткішпен беріледі. Бұл ағымдағы жылы 369.200 теңгені құрайды. Бұл аудан бюджет есебінен берілетін қаржы болып табылады. Ағымдағы жылға 399 маманға әлеуметтік көмек бердік. Сол көтерме жәрдемақы алған салаларды атап айтатын болсақ, білім саласынан 299 маман, денсаулық саласынан 114 маман, спорт саласынан 12, әлеуметтік саладан 19, мәдениет саласынан 7, ветеринар саласынан 11 және мемлекеттік қызметкерлер 7 болып табылады. Бұл жерде бір айта кететін жайт, мемлекеттік қызметкер дегенде бұл ауданда және барлық жерде істейтін мемлекеттік қызметкерлер деп түсініп қалуы мүмкін. Бірақ бұл жерде бір айта кететін жайт, kenттер және ауылдық округтерге тұрақты бас маман болып жұмыс істеп тұрған бас маман, жетекші маман және әкім көмекшісі ғана алынады. Қалған дербес бөлімдерде аудан орталығында істейтін бас мамандарға берілмейді. Тек кент ауыл округтерде істейтін сол жетекші маман, бас маман, әкім көмекшісіне ғана берілетін көмек болып табылады. Тұрғын үй сатып алу бойынша бұл Мақтаарал аудан орталығында, яғни Мырзакент кенті 2,5 мың еселенген айлықтық есептік көрсеткішпен беріледі. Ол 9.230.000 теңгені құрайды. Және қалған кенттер мен ауылдық округтерге 2 мың еселенген айлықтық есептік көрсеткішпен беріледі. Ол 7.384.000 теңгені құрайды. Бұл жерде де бір айта кететін жайт, неге тек аудан орталығында 2,5 мың еселенген айлықтық есептік көрсеткіш қалған жерде 2 мың айлықтық есептік көрсеткіш деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұл жерде ұлттық экономика министрлігінің өздерінің болжамы бойынша аудан орталығында тұрғын үй сатып алу қымбат болуына байланысты тек аудан орталығына 2,5 еселенген айлық көрсеткіш есепті бекіткен. Бұл тұрғын үй сатып алуға республикалық бюджеттен қаржыландыратын болғандықтан 2024 жылға жоспарланған қаржы желтоқсан айының басында келіп түсіп, бұл қаржылар енді беріліп, несиелер енді беріліп жатыр. Талаптарды айта кететін болсақ, көтерме жәрдемақы алуға қойылатын талаптар сұранысқа ие мамандықтар тізбесінде болу, 2019 жылдан бастап диплом алып, өзінің жұмыс орнында тұрақты түрде жұмыс істеу керек. Ал тұрғын үй алуға қойылатын талаптар тура осы сұранысқа ие мамандықтар тізбесінде болу керек. 2019 жылдан бастап диплом алу керек. Және бұл жерде өзінің жұбайының және балаларының соңғы 2 жылда өзінің тұрғын үй болмау керек. Және несие тарихы жақсы болу керек. Ол жерде өтелмеген берешектері соңғы 2 жылда 90 күннен асып кетпеу керек. 2023 жылға дейін халыққа қызмет көрсету орталығымен бірлесіп жұмыс істегенбіз. 2023 жылдан бастап Отбасы банк акционерлік қоғамдастықпен бірге жұмыс істеп келеміз. 2023 жылдан бастап ешқандай құжаттарды қолма-қол алып, ешкімге алып барып, үйтіп тапсырылмайды. Өздеріңіздің үйлеріңізде немесе жұмыс орныңыздарда компьютер құрылғысы болса, сол жерге құжаттарыңызды сканерлеп, PDF форматта, сонымен отбасыбанк.kz өздерінің сонда әлеуметтік порталы бар, сол жерге кіріп, бағанағы сканерленген PDF форматты сол жерге жүктеп, енгізіп жібереді. Сол біздің жергілікті атқарушы органдық жаңағы өзіміздің әлеуметтік неміз бар, сайтымыз бар.
сол жерге келіп түседі. Сол сайттан өзіміз қарап, диплом мен мамандығы бір-біріне сәйкес келе ма, келмей ма деген сияқты соның бәрін қарап, содан кейін егер бәрі түзу келетін болса, талапқа сай болатын болса, сол жерде ала береді. Тағы бір айта кететін жайт, бұл жерде жаңағы жұмыс істеуге келгеннен кейін мансап орталығымен бір жылдық жұмыс істейтін несі бар ғой, сол жерде бір жылдық немен ғана жұмыс істеуге тұратын болса, ол ала алмайды. Ол өздерінің жұмыс орнына, мысалы денсаулық саласын алатын болсақ, бағана ауруханаға барып, сол жерде өздерінің тұрақты штаты болады, дәрігер деген, сол жерге кіргеннен кейін ғана, тұрақты түрде кірген кезде ғана алынады. Ал егер мансап орталығынан жолдама алып, бір жылға немесе белгіленбеген мерзімге мансап орталығымен тұратын болса, ол ала алмайды. Көп мамандар сөйтіп қателесіп, бізге сөйтіп өтінім беріп жатады. Қазіргі таңға ешқандай жас шектеуі қойылмаған бұл дүниеге. Бағана тек айтып кеткенде 2009 жылдан бастап, диплом сол жылдан бастап жоғары болса, кез келген маман өзінің өтініш беріп ала алады. Ол жерде ешқандай жас шектеуі жоқ. Тағы айта кететін жайт, бұл жерде ұлттық экономика министрлігі осы жылы редакция енгізді. Бұрында біз 2024 жылға дейін тек мамандықтар тізбесін осы жылы басталардан алдын бір-ақ рет бекітетін болсақ, осы жылы редакция енгізіп, 90 сайын бекітетін қылып өзгерістер енгізді. Біз 90 сайын мамандықтар тізбесін жаңа хатпен жолдап, солардан бекітіп алып, одан кейін өзіміздің экономика және қаржы бөлімінің Facebook әлеуметтік парақшасына жариялап отырамыз. Осы екі бағдарламаны алғаннан кейін де жұмыс орнында кемінде 3 жыл жұмыс істеп беру керек деген шартқа отырады. Келісім шартқа отырады ол кісілер. Және жаңа тұрғын үй сатып алуға берілген несие, бұл жерде басқа тұрғын үй сатып алатын болсақ, пайыздар көп болады ғой. Отбасы бағанағы үйлер сатып алатын кезде проценті көп болады ғой. Үстем ақысы бізде 0,01% құрайды. Яғни жалпақ былай айтқанда жоқ деген есеп жоқ, үстінде ешқандай үстемақы қосып бермейсіз деген сияқты ғой. Енді 0,01 деген пайыз. Тұрғын үйде жұмыс өзі бір жалдамалы пәтерде немесе бір үйде тұратын болса, өзіне бір үйді қарап, сол үйдің егесімен келісіп, бағана мен дипломмен ауылға бағдарламасы арқылы осы 9 миллион немесе 7 миллионды аламын. Сол ақша сол бағанағы үйдің егесінің шотына түседі. Үстіндегі ақшаны, ар жағында бір 1-2 миллион ақшасы болса, қалған ақшасын өз қалтамнан шығарып берем деп, сөйтіп келісіп алынады. 15 жылға бөліп береді. Бастапқы 3 жылда ол үйді бағанағы мерзімнен бұрын жауып тастай алмайды. Кемінде 3 жыл аймай төлеп отырады. 3 жылдан кейін ғана барып, мерзімнен бұрын толық өтеп, құжаттарын алып кете алады. Және ол тұрғын үйді өздерінің туысқандық қатынасы бар ағасы, інісі, әке-шешелерінен туысқандық қатынасы бар адамдардан ала алмайды. Бағдарламаға тек қаладан келген жас мамандар ғана емес, сол елді мекенде бұрыннан тұрып немесе қоғамның белгілі бір саласында жұмыс жасап жүрген кез келген азамат қатыса алады. Осындай мемлекетіміздің халыққа деген жанашырлығының арқасында керемет бағдарлама бойынша қолдау көріп отырғандардың қатарында Ғалымжан Дінәліұлы да бар. Ол қолындағы дипломы арқылы Мырзакен спорт кешенінде әдіскер мамандығы бойынша жұмыс атқарып келеді. Жас маман дипломмен ауылға жобасына қатысып, нәтижесінде бір реттік әлеуметтік қаржылай көмек алған. Сондай-ақ баспаналы болып, алаңсыз жұмысын атқаруда. 2021 жылдан бастап жаттықтырушы болып жұмыс жасаймын, және 2023 жылы осы Мырзакен спорт клубында әдіскер болып жұмыс жасап, жұмыс атқарып келемін. Дипломмен ауылға бағдарламасын естіп, 2023 жылы бір реттік жәрдемақы алып, және тұрғын үй алуға болатындығын біліп, сол бағдарлама арқылы өтінім беріп. Бір реттік төлем мен үшін өте пайдалы болды, ол қайтарымсыз болғандықтан, және де үйге тапсырғанда, үйге өтінімді осы 2024 жылдың шілде айынан бастап тапсырып, осы желтоқсан айында қаржы аударылып, үйлі болып отқан жайымыз бар. Осы Мақтаарал ауданының экономика және қаржы бөліміне өтінім беріп, халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы өтінім беріп, 0,01%-бен 9 миллион 230 мың қаржылай алып,
үй алған неміз бар. Үй алдық. Ай сайын 51.235 теңгеден ба түседі. 180 ай. 15 жылға 0,01% болғандықтан өте тиімді болды. Және ай сайын осы 51.235 теңгені ай сайын төлеп отыруға ыңғайлы сума болды. Мемлекеттен беріліп жатқан төлемдер өте ыңғайлы және алғысымды білдіремін. Еліміздің болашағы көзі ашық, көкірегі ояу білімді жастардың қолында. Егер сіз ауылды көркейтуге үлес қосамын немесе тәжірибе жинау үшін елді мекенге баруға дайынмын десеңіз, онда дипломмен ауылға бағдарламасы сізге дөп келеді. Аталған бағдарламаға өтінім беру биылдан бастап Отбасы банк акционерлік қоғамы арқылы жүзеге асады.